Луна дейді. Открыть, давай, открыть етіп көрейік. Мәссаған достар, мынаны қараңыздар. Так, нужно 50 побед. Яғни бізге 50 побед болатын болса, лед, мұзды аймаққа түсетін боламыз достар, мынаны қараңыздар. Мәссаған, мына секіруімізді қараңыздар. Қаз тіпті мына. Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Алиплей арнасы. Бүгін достар, екінші часть, яғни біз бүгін крокодило бомбардир, яғни осы келдік, яғни осы уровенге келдік. Әрі қарай біз бүгін жалғастыратын боламыз. Прыжогымызды бір көріп тексерейік. Мінеке біздің бір секіргендегі прыжогымыз осындай. Енді біз қазір тағы да еңбек етіп, біз бүгін так, шимпанзини, бананзини, сосын барып, тағы да басқа да осындай құлыптардан ашатын боламыз. Мәссаған достар, мынаны қараңыздар. Амартер, шимпанзини, бананзини. Достар, мынаны көрдіңіздер ме? Бұл тез жүгіреді, әрі тез секіретін көрінеді. Себебі не дегенмен маймыл ғой, ал жарайды, көрейік енді. 1, 2, 3, мәссаған достар, мынаны қараңыздар. Мәссаған, анау әшейін жеткізіп тастады ма дедім ғой. Йо-майо, мәссаған достар. Ал ендеше біз питомецімізді әрмен қарай көбейтеміз. Қазір питомец ашатын боламыз достар. Ал ендеше қандай питомец шығады деп ойлайсыздар? Обычный, необычный деген сияқты ғой. Ал ендеше кеттік. Мәссаған, қараңыздар. Осындай үшінші неден жұмыртқа алайын ба, алмайын ба? Ал ендеше кеттік. Біреуін аштық ал. Охо, редкий нормальный 55%. Яғни бір секірген кезде бізге қанша қосады екен? Так, бұны да эпкировать. Охо, бізге бір секірген кезде 4 прыжок қосатын болады. Мәссаған достар, өте керемет. Бұл өте керемет достар, мынаны қараңыздар. Ал енді бізде 2 куб қалған болатын. Ал ендеше тағы да ашып көрейік. Кеттік, тағы да біреуін ашамыз. Охо, обычный түсті. Обычный бізге 27% қосады. Жарайды, ештеңе етпес, бәрі нормально. Бұны да апгрейд етіп аламыз дағыны. Прыжогымызды 16 прыжокқа көбейттік достар, мынаны қараңыздар. Ал ендеше біз тағы да бір секіріп көрейік. 2000 years later. Так, көрейік. Бірақ мыналарға донат салу керек секілді. Достар, мынаны қараңыздар. Луна дейді. Открыть, давай, открыть етіп көрейік. Мәссаған достар, мынаны қараңыздар. Мәссаған, мынадан да секіріп біздің демек прыжогымызды көбейте аламыз. Ал ендеше біз секіріп көрейік. Мәссаған, мынаны қараңыздар. Кәнеки тез жүгіремізде секіреміз достар, мынаны қараңыздар. Қазір камераны сіздерге әдемілеп қойып берейін. Мінекей достар, камераны жақсылап қойып алдық. Ал ендеше көрейік секір. 1, 2, 3. Достар, мынаны қараңыздар. Мәссаған, біз секіруіміз әлде де ұшып баратқан секілдіміз. Охо. Ал 1, 2, 3. Мәссаған, біздің секіруіміз балерино капучиноның секірі өте керемет екен. Мынаны қараңыздар достар. Ал тағы да секіріп көрейік. Охо, мінекей біз галактика, яғни аспанға ұшып кеттік достар. Міне сіздермен бірге. Ал енді қазір жерге түсетін боламыз. Опа! Достар, бізге 4 кубок қосты. Ал ендеше біз неқтан алып сатық. Біз неқтан қазір яйцо, яғни бір победке яйцо көрейік достар. Ашып көрейік. Охо, мынаны қараңыздар. Редкий түсті. Жақсы, редкий нормально. Ал енді эпкировать. Бұл бізге тағы да прыжок қосады достар, мынаны қараңыздар. Ал ендеше лава дегенге кірейік. Мәссаған, лава бөліміне келдік достар. Лава бөлімінде қалай болады екен? Так, 10 победке бір жұмыртқа береді екен. Ал ендеше 1, 2, 3. Мәссаған, бұл жақтың секіруі өте жоғары секілді менің ойымша. Так, охо, 1, 2, 3. Мәссаған достар, мынаны қараңыздар. Біз әлде де секіріп жатырмыз. Тағы да секіреміз достар, мынаны қараңыздар. Охо. Так, біз жерге түсіп баратырмыз. Так, бізге тағы да ашуға болады. Мәссаған достар, мынаны қараңыздар. Қарбыз дейма, ошым атым білмейді екенмін достар. Ал ендеше бұл жерде бағындыра аламыз ба көрейік. Біз охо достар, мынаны қараңыздар, біз тағы да бағындырдық. Яғни бізге победы 10 победы берді, яғни бізге кубок.
Так, нужно елу побед. Яғни бізге елу побед болатын болса, лед мұзды аймаққа түсетін боламыз достар. Мынаны қараңыздар. Өте қызық болып жатыр видео, сондықтан да лайк, комментарий және де подписка жасауды ұмытпаңыздар достар. Ал ендеше, так, біз бүгін тағы да бір питомец ашып көрейік, мүмкін мықты түсетін болар. Эпический достар, бізге 55% қосты. Яғни біз питомецімізді аламыз, яғни біреуін открылен жетейік те, оның орнына бізге эпический, яғни крабты қосып қояйық. Бізге ең мықтысын береді, яғни мынаны қараңыздар достар. Яғни біз мынаны открылен жетіп, мынаны қоссақ, бізге тағы да бізге прыжок 39 прыжок. Мынаны достар қараңыздар. Так, достар, бізге енді 50 побед керек. Яғни 50 победке жету үшін саған достар жаңалдегі кубоктарды бекер құртқан секілдім, себебі бізге 50 побед керек келесіге өту үшін. Так, бұның үстіне шығу арқылы біз победімізді көтерейік. 1, 2, 3 достар, мынаны қараңыздар, саған біз прыжогымыз өте керемет болып жатыр. Ал 2, 3 достар, мынаны қараңыздар. Ал енді тағы да бір секіріп қоямыз. Опа, кеттік. Енді бұл жолы біз тағы да шық достар, мынаны қараңыздар, бүкіл лаваның әлемі көрініп жатыр бізге. Так, ал енді жаймен жерге түсек. Мінекей тағы да бізге 10 победы қосам екен. Мінекей қосты. Тағы да примерно 3 рет істесек, тағы да бізге победы қосатын секілді. Ал достар, бірге жетістаймыз. Достар, біз қазір көп уақыт алатын секілді, сол үшін сразу біз 50 победке жеткен кезде қосып қояйық. Ал ендеше уақытта жыламамыз. Кеттік. Ал ендеше достар, мінекей біз 56 прыжокқа жетіп тастадық. Яғни бізге лед, яғни мұз әлемі бізге ашық. 1, 2, 3 саған достар, мынаны қараңыздар. Бұл жерде де біз жоғары қарай көптеп секіруіміз керек. Ал ол үшін біз бесплатный подарки ашайық. Саған бізге достар 1000 прыжок қосып берді, яғни 1000 прыжок достар, мынаны қараңыздар. Не деген керемет, мыняқта жұмыртқа 20 побед екен. Жарайды, келесі бізде көріп алайық, нужно 120 побед. Достар, так, біз олға дейін скиніміз ауыстырып аламыз. Яғни қаз деймаошының атын достар білмей жатырмын. Көп персонаждың атын, көп скиннің атын білмей жатырмын. Сондықтан да комментарийге қандай скин соны жазып кетіңіздер достар. Ал ендеше біз налеттан да өтіп победа жинап тастаймыз. Бәрекелді достар, мына қараңыздар, бұл өте ұзын секілді, бұған жетудің өзі бірталай уақыт алатын секілді. Саған достар, мына қараңыздар. Мына қараңыздар достар. Саған достар, уже біз әлі секіріп жатырмыз. Бізде 17 прыжок болса да әлде де секіріп жатырмыз достар. Көрдіңіздер ме? Біз қазір 20 победке бір прыжок алып көрейік. Прыжок дегенде питомец алып көрейік. Егер жақсысы түссе, біз жақсы секіру арқылы тезірек. Достар, мынаны қараңыздар, біз тағы да асып кеткен болатынбыз. Саған енді бұған дәлдеп түсу керек. Достар, мынаны қараңыздар, 20 победы бізге 20 қосып берді. Ендеше біз бұған жету үшін примерно бір 5 керек болады. 5 емес, даже одан да аз достар. 2-3 рет түсті, 4 рет түстесек, мүмкін тезірек жетіп қалармыз. Так, достар, біз 4 рет түстейміз. Ал екіншісін сіздермен бірге істеп тастаймыз. Саған мына секіруіміз қараңыздар. Қаз тіпті мына дуалдың басына, яғни қабырғаның ішіне кіріп кеткен мына басы. Саған мына қараңыздар. Бізге секірген сайын қарап отқандарыңыздай прыжок қосылуда. Достар, қараңыздар, 59 прыжок қосылып жатыр достар. Саған мына қараңыздар, енді бір секірсек, яғни біз асып кететін боламыз достар. Мына қараңыздар, 1, 2, саған жер ал мінекей. Біз енді тағы да секіреміз. Мына қараңыздар, асып кеттік достар. Айттым сіздерге, ассамыз деп. Достар, әлі жерге түсіп барадымыз әлі.
Ал ендеше достар, біз 120-ға жеткізіп тастаймыз дегенше, уақытты тез өткізіп тастайық. Ал ендеше 1, 2, 3. Ал достар, мінекей қараңыздар, бізде 120 емес тапты, 136 прыжок, яғни 136 победа болып кетті. Ал цветок, яғни гүлдер әлеміне кіріп көрейік. Мәссаған достар, мыналар тіпті гүл әдемі десе гүл әлемі екен. Мынаны қараңыздар достар. Так, біз келесіге жетуіміз үшін 240 побед керек екен. Так, біз мына яйцоны алып көрейік. Бізге қандай яйцо түседі екен? Так, алынбай жатқан секілді тұр. О, мінекей алынды достар. Бізге мифический достар, мына қараңыздар, өте керемет. Так, енді питомецке кіріп слабилау бір аптыстай салайық. Ал енді мифический дегенге қойып қояйық. Так, бір мынаны алып тастаймыздан мынаны қосып қояйық. Мынаны алып тастап, мынаны қоссақ, бізге мынаны алып тастаймыз ағына. Мынаны қосып қойсақ. Ал енді бізге қанша прыжок? 119 прыжок береді екен достар. Мынаны қараңыздар. Секіруіміз тіптен керемет болып кетті достар. Мынаны қараңыздар, мәссаған. Достар, біз бесплатный подарки ашуды ұмытып кетіппіз. Бесплатный подарки бізге не түседі? Яғни +1 победа. Жарайды. Жақсы екен. Ал ендеше вращение, бұны да бір айналдырып қояйық. +1 прыжок. Достар, мынаны қараңыздар. Бізде жаңалде көп прыжок еді ғой, неге азайып қалды? Или біз питомец көп алып қойдық па, достар? Жарайды, ештеңе етпес. Біз сразу онда жинап ала саламыз. Так, біз енді скинімізді тағы бір ауыстырайық достар. Мынаны қараңыздар. Бізге мынандай мәссаған, мынау не өз? Тұз ба әйтеуір, бір достар, комментарийға жазып кетіңдерші аттарын. Мен мүлде білмей жатырмын. Ал ендеше келесі скинімізге ауыстырып көрейік. Апельсин, мына қараңыздар, качок апельсин екен. Мәссаған достар, біз жерге түсіп бара секілдіміз. Ал ендеше асып кеттік. Охо, достар, мынаны қараңыздар. Тағы да секіреміз. Мәссаған достар, мынаны қараңыздар. Ё-моё. Так, ендеше біз тағы да секіріп көрейік, қанша береді екен. Так, менің ойымша бір секірген кезде менің ойымша 40 победа, яғни 40 кубок беретін секілді менің ойымша достар. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарийға жазып кетіңіздер. Мына прыжогы өте керемет екен, мына апельсиннің. Оба, мынаны қараңыздар. Мәссаған достар, мынаны қараңыздар. Тіпті қалай секіреді, қалай. Уху, мына секірісін қарасаңыздар достар. Ал енді тағы да бір секіріп көрейік. Қазір жерге түседі. Опа. Мәссаған достар, біз тағы асып кеттік. Біз осылай көп деген аралдарды ашып жатырмыз. Опа, бізге 40 победа берді достар. Ал ендеше достар, бізге берілген уақытта осымен аяқталды. Ендеше видео керемет болды деген ойдамын. Сондықтан бізге лайк басып, тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін мен осындай керемет видеолар түсіріп отырамын. Ал ендеше қош сау болыңыздар достар.